Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында сникерс тортын әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен жұмыртқаның ағуызына шым-шым тұз қосып миксерлейміз. Жұмыртқалы массамыз ағарғанда қантымыздың жартысын қосамыз. Осындай аппақ меренга шығуы тиіс. Енді какаоға қайнаған ыстық су қосып араластырамыз. Жұмыртқаның сарыуызын миксерлейміз. Үстіне қанттың қалғанын саламыз. Жақсылап миксерлеген соң жұмсартылған сары май қосамыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Енді аппақ меренгамызға жұмыртқалы массамызды қосып, лопатканың көмегімен ақырындап, асықпай жақсылап араластырамыз. Үстіне какаомызды құямыз. Тағы да араластырамыз. Енді електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, жұмыртқалы массамызға саламыз. Мен ұнды 2-ге бөліп қостым. Осы жерде асықпаған дұрыс. Массамыз біркелкі болуы тиіс. Енді пергамент қағазы төселген формамызға қамырды құйып, 180 градуста 35-40 минут пісіреміз. Бисквитімізді бөлме температурасында суытып, формадан ажыратамыз. Енді оны бірнеше бөліктерге бөлеміз. Мен 3 бөлікке бөлдім. Енді карамелін әзірлейміз. Қызып тұрған табаға қантты салып ерітеміз. Қантымыз еріген соң ысытылған сливкиді қосып араластырамыз. Бөлме температурасындағы жұмсақ сары майды қосамыз. Енді кремін әзірлейміз. Маскарпонеге сахарный пудраны қосып, массамыз біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін үстіне сливкиді қойып, қою крем болғанша миксерлейміз. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Тортты кальцода жинаған дұрыс. Торттың бірінші коржына кремді молынан жағамыз. Жағылған кремді тегістейміз. Үстіне дайындалған карамелімізді құямыз. Үстіне жер жаңғақ себеміз. Тағы да крем жағамыз. Тегістейміз. Қалған корждарды дәл осы ретпен қайталаймыз.
Тортымыз әбден жиналған соң шетін бекітіп тоңазғышқа қоямыз. Шоколадный глазурь әзірлеу үшін ыдысқа шоколадты салып, су буында ерітеміз. Кейін үстіне сұйық май мен жер жаңғақты салып араластырамыз. Уақыт өткен соң кольцодан тортымызды шығарамыз. Бетін тегістейміз. Тегістелген торттың үстіне шоколадный глазурь құямыз. Шоколадный глазурь құйылған соң, оны тоңазғышқа 30 минутқа жібереміз. Сникерс тортын әзірлеу өз қалауыңызда. Мен Орео шоколадтары, сникерс конфеттері мен беземен әсемдедім. Осымен біздің тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма қолдау көрсетіп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Келесі кездескенше.